Нағыз жігіт сөзінде тұрады ғой негізі. Бүгінгі айтатын ең маңызды үш жаңалығымызға да дәл осы жігіттің сөзінде тұруы өте маңызды. Соққы арнасында апта қорытындысы. Ассалаумағалейкум соққы арнасының көрермендері, сіздермен бірге апта қорытындысы. Біз бүгін сіздермен керемет жаңалықтармен бөлісеміз, себебі кешегі апта спорт жаңалықтары үшін керемет тосын сыйлармен, өкінішке орай жағдайлармен есте қалды. Оның барлығын айтамыз, сараптаймыз. Кеттік. Ең бірінші бізді қуантатын керемет жаңалықтарымыздың бірі, мақтаныш кернейтін керемет жаңалық, ол әрине Черногорияның Будва қаласында өткен жастар арасындағы әлем чемпионаты бокстан аяқталған болатын, және осы чемпионатта өздеріңізге мәлім, біз командалық есепте бірінші орынды алдық. Бұл енді шынымен де марқайып тұрып қуанатын жаңалық. Әрине бұл сәтте сіздер сынап кішкене жігіттеріміз босаңсып кетеді деулеріңіз мүмкін, бірақ мен оған келіспеймін, себебі спортшы жандар өздері мақтау сүйгіш болады, сондықтан оларды осындай жеңісті сәттерінде үнемі мақтап отыруымыз керек. Бір-екі апта босаңсығанда ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ал енді ол спортшылардың бұл ғана жетістігі емес, одан бөлек біз жалпы командалық, яғни қаншама жарыста құрамада жігіттер қыздар жүр, 100-ден аса мемлекет қатысты. Соның ішінен ең үздік ерлер арасындағы спортшы біздің Сабырхан Төрехан атанды. Және бұл да ең үздік біздің құрама екендігіміздің дәлелі. Одан бөлек енді өздеріңізге мәлім, қаншама бармақ басты көз қысты әрекеттер болды. Төрешілердің лас ойындары болды. Мен өзім жеке жекпе-жектерін қарап, қыздар жігіттердің жекпе-жегін ұрлады деп айтатын кемі 3 жекпе-жек қарадым. Яғни біздің жеңісімізді ұрлап алды. Ал қалған жігіттер қыздарымыздың барлығы да ешбірі де ешқандай көмекке мұқтаж болмай, барлығы әділ жеңіске лайық болды және жеңістерін алды. Сондықтан да құрметті қыздар жігіттер, сіздерге үлкен рахмет. Еліміздің абыройын әлемдік аренада керемет етіп қорғадыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге сәттілік, сіздер мансаптарыңызды біз үзбей қарайтын боламыз. Алдағы уақытта тек қана сәттілік. Ал енді жеке-жеке тоқталайық. Ең бірінші қыздар құрамасында жалпы 12 спортшымыз барған болатын. Оның 9-ы жартылай финалға жолдама алды, және осы 9-дың ішінен 6-ы жартылай финалда жарыс жолын тоқтатып қола медаль алған болса, одан кейін бір қызымыз финалда сүрініп күміс алды, ал жалпы 2 қызымыз олар бізде алтын медаль алған болатын. Олар енді 50 килограмм салмақта Элеонор Тұрғанова және 81 келіде Аружан Зейнулаева қыздарымыз бізде алтыннан алқа тағып, әнұранымызды Черногорияның Будва қаласында шырқатты. Әлемге әнұранымызды көрсетті. Енді одан кейін ерлер құрамасына тоқталатын болсақ, 13 салмақ дәрежесі бойынша спортшыларымыз барлығы түгел дерлік қатысты, және оның ішіне 8 жігітіміз суырылып жартылай финалға шықты, ал оның ішінен 4 жігітіміз жартылай финалда жарыс жолын аяқтап қола медальға ие болған болатын. Ал енді мен алдыңғы шығарылымдарда айтқанымдай, жеңіл және орта салмақтардағы жігіттеріміз біздің мықты, солар топ жарады деп айтқан еді. Шынымен де қазақтың салмағы орта салмақ екендігін дәлелдеген жігіттер біздің көңілімізді көншітті, және жеңіл салмақта да біздің болашағымыз бар екендігін тағы бір дәлелдей алдық. Оған дәлел 51 килограмм салмақта Боранбек Бексұлтан алтыннан алқа тақты, одан кейін 67 келіде Сабырхан Төрехан топ жарды, одан кейін 71 келіде Өнер Сейілхан чемпион болды. Одан бөлек соққысы өте мықты 75 келіде Санжарәлі Бегалиев әлем чемпион атанды. Жалпы 4 алтын алып, және қыздар 2 алтын алып, командалық есепте 6 алтынмен бірінші орындамыз. Ал екінші орында әрине Өзбекстан құрамасы 5 алтынмен. Осы жерде ескеретін дүние, ерлер құрамасын бөлек санаған кезде Өзбекстан бірінші орында, біз екінші орындамыз. Себебі олардың 5 алтынның барлығында ерлер құрамасы алған болатын. Және де Ресей 5 алтынмен 3-ші орынды түйіндесе, Қытай 3 алтынмен, енді Қытай мен Ирландия кішкене таңғалдырып тұр. Бұл мемлекеттерде де 3 алтынмен топ 5-ті қорытындылайды. Жалпы алдағы уақытта қытайлықтардың да мықты болып келе жатқандығын байқауға болады. Жалпы осы жастар құрамасы арқылы біз алдағы уақыттағы ұлттық құраманың деңгейін анықтай аламыз. Сондықтан да біздің назарымыздың барлығы да дәл осы жерде болды. Енді құрметті көрермен, мен аяқтап жіберейін осы тұста. Бұл жерде әрине мамандардың еңбегі, жастардың арасындағы белсенділік, жастардың эмоциялық, патриоттық сезімдерінің мықты болуы, мамандардың дұрыс жұмыс жасауы, жүйенің жақсы қалыптаса бастауы, түрлі факторлардың барлығы да бізді жеңіске жеткізгені сөзсіз. Бірақ одан бөлек баса назар аударып айтатын бір дүние бар, ол әрине ауызбіршілік.
деп біздің журналист бауырымыз Кеженов Аслан бауырымыз айтқан еді. Дәл сол секілді бұл жерде барлығынан да бұрын әрине көзге көрінбейтін, қолмен ұсталмайтын керемет жеңістердің бірі бұл әрине ауызбіршілік жеңіп шықты. Қазақтың ауызбіршілігі жеңді. Сондықтан да сіздер де дәл осындай пікірде болсаңыз, немесе басқа да алып қосарыңыз болса, онда барлығында комментарийға жазыңыз. Енді керемет жеңіс деп ойлаймын. Командалық есепте бірінші орын алдық, сөзімізде тұрды команда капитандары, және де жалпы есепте бірінші орын болғанымызға қарамастан біз үздік боксшыны аламыз деген болатын, және құрама капитаны өздеріңізге мәлім үздік боксшы атанды, Сабырхан Төрехан. Сондықтан да бұл керемет жеңістермен біз қалайша мақтанбаймыз. Біздің боксымыздың болашағы бар, әлі де бола береді, және біздің боксымыз ешқашан өлмейді. Кешегі аптадағы тағы бір керемет жаңалық, бұл тағы да сөзінде тұрмаған Top Rank пен Queensberry промоушнның арасындағы мәселе болып тұр. Яғни екі промоутерліктің басшылары келісе алмай жатыр. Бір рет рұқсат сұраған болатын, уақытын создыру керек екендігі жайлы. Оған дейін білесіздер айтқан болатын, екеуі де бізге келісу үшін 15 күннің өзі тіпті көп болады деген болатын. Ал міне 15 күнге келісе алмай 3 қарашаға дейін бір рет өтініш сұрады WBO-дан, және екінші рет қайтадан тағы да міне уақытын создырып отыр келісімнің. Яғни 11 қарашаға дейін тағы да WBO олардың келіссөз жүргізуіне уақыт берді. Бұл енді кішігене сөзінде тұрмайтын жігіттердің әңгімесі болып отыр, яғни екі промоутердің арасындағы әңгіме. Ал бірақ Хамза Шираз бен Жәнібек Әлімханұлы олар спортшы ретінде өз міндеттерін жақсы атқарып тұр деп мен өз басым есептеймін, және бұл жекпе-жек болатын секілді ақпан айында. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазыңыздар. Келесі біздің маңызды бір жаңалығымыз, мәссаған, бұл енді өкініш қайнайды біздің ішімізде, себебі UFC-де 8 желтоқсан күні біз керемет жекпе-жек көреміз деп ойлап едік. UFC чемпиондық белбеуін алатын алғашқы қазақты көреміз деп қуанып едік. Өкінішке орай бұл жекпе-жек болмайтын болып шықты. Әні міні, әйтеуір ұрду-дырду, Белалдың жарақаты, көптеген мәселелер орын алды. Яғни бұл жерде де кішкене Белалдың, менің ойымша, жеке өзімнің пікірім бойынша, ол психологиялық тұрғыдан кішкене уақыттың аздығы және шафқатқа қарсы тактикаларды көп жақсы деңгейде құрастыра алмағандығы бір факторлар болып, ол ауырып қала салды деп ойлаймын. Ауырғандығына да мен толыққанды сенбеймін. Тіпті Шафқаттың өзі тікелей эфирде өздеріңіз білесіздер айтқан болатын. Енді қатты сене бермеймін оның шынымен ауырып қалғандығына деген болатын. Сол үшін мен де сенбеймін негізі. Бұл жекпе-жекте Белалдың енді кішігірім қорыққаны көрініп ақ тұр. Ал Конор Макгрегор шулы мәлімдемелер жасауда, чемпиондық белбеуді алыңдар да Шафқатқа беріңдер, мына бомжыдан алып қойыңдар деп жатыр енді Белалдан белбеуді. Жалпы сондай кішігірім UFC тақырыбында шу орын алуда. Енді Шафқатқа қарсы басқа Иэн Гери немесе Камару Усман сынды жігіттерді қарсы қояды деп ойлап едік, бірақ өкінішке орай ол жекпе-жектерде орын алмайтын болды. Енді грузиялық Испания өкілі Тапурияның өзімен де кішігірім тарихтар болып жатыр. Енді оның барлығы алдағы уақытта нақты мәлімдеме шыққаннан кейін ғана белгілі болады. Ең бастысы біздің Шафқат Рахмоновтың чемпиондық менталитеті мықты, сондықтан осы жыл болсын, келесі жыл болсын, әйтеуір бір чемпиондық белбеуге үміткер атанады, және чемпиондық белбеуге сында ол жарқырап тұрып, жеңіске жетіп, чемпиондық белбеуді қазақ еліне алып келетін алғашқы қазақ болатындығына мен өз басым кәміл сенімдімін. Сіздер де өз тілектеріңізді комментарийға жазыңыздар. Апта қорытындысы сіздерге ұнаған болса, құрметті чемпион, онда міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Бұл аптада қандай тағы да маңызды жаңалықтар болды, оны да комментарийға жазып отырыңыздар. Және де құрметті достар, құрметті чемпиондар, біз YouTube-пен айналысамыз. Оның ішінде менің келіншегім Әсерлі әдебиет деген арнаны жүргізеді. Ол арнада біз аудио кітаптарды, қысқа аудио кітаптарды салып отырамыз. Сол жерге кіріп, сіздер де өздеріңіз жалпы кітап оқу мен аудио кітап тыңдаудың айырмашылығы қатты жоқ. Сондықтан аудио кітап тыңдасаңыз да ол сізге кітап оқығанмен бірдей эффект береді. Сондықтан аудио кітаптарды да көбірек тыңдап жүріңіздер. Сол үшін Әсерлі әдебиет каналына тіркеліп қойыңыздар. Біз 1000 оқырманға жетіп алайық. 1000 оқырманға жету біздің мақсатымыз. Осы бір мақсатқа жету үшін сіздерден көмек сұраймыз. Көмек көрсетіп жатсаңыздар, әрине біз қуанышты боламыз. Чемпиондық менталитеті бар жігіттеріміз көбейе берсін. Соққы арнасында соққысы мықты жігіттер жинала берсін. Алға Қазақстан!